Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай алмадан пирог жасайтын боламын. Өте оңай, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жуылған алмамызды осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Мен бұл жерде 3 алма алдым. Қажет заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Егер де менің каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, осы каналыма қолдау білдіріп, тіркеле кетіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей алмаларымыздың барлығын бөліктерге бөліп шықтық. Қызып тұрған табамызға қантымызды салып, қызарғанша осылай қуыратын боламыз. Отымыздың асты жай болуы керек. Осылай қантымыз ерігеннен соң үстіне сары майымызды салып, тағы да араластырыңыздар. Дәл видеодағыдай біркелкі масса шыққанда, туралған алмамызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып тұрсаңыздар, қантымыз еріп, қайтадан қайнап бастайды. Сол кезде 5 минуттай қайнатып алыңыздар. Мінекей дайын болды. Енді газымыздың астын өшіріп қоямыз. Одан соң қамырын дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оның үстіне қантымызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырыңыздар. Қантымызды міндетті түрде ерігенше араластырыңыздар, сонда пирогымыз өте әдемі болып шығады. Бөлме температурасында тұрған немесе микроволновкаға ертіп алған сары майымызды үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырыңыздар. Біркелкі массамыз дайын болды. Енді үстіне қопсытқышымызды салып, тағы да араластырамыз. Алдын ала електен өткерілген ұнымызды массамыздың үстіне салып, тағы да араластырып алыңыздар. Мінекей үгітілмелі қамырымыз дайын болды. Енді формамызға сары майды осылай жағып шығыңыздар. Дәл осы кезде пешімізді қыздырып қоюымыз қажет. Қамырымызды формаға орналастыратын боламыз. Осындай қамыр алып қалдым, үстіңгі бөлігіне қажет болады. Басында осындай қолымызбен біркелкі етіп жайып шығамыз. Одан соң бар болса осындай стаканның көмегімен тегістеп шығыңыздар. Енді осы қамырымыздың үстіне алмадан жасалған салмамызды салатын боламыз. Егер де осы видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Барлығын бірдей қылып, тегістеп шығатын боламыз. Енді алып қалған қамырымызды бетіне осылай себелеп шығамыз.
Мінекей бәріне себелеп болған соң қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минутта қызарғанша пісіріп алыңыздар. Мінекей алмалы пирогымыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Енді бұл пирогымыздың дәмі өте керемет болып шықты. Аузыңда еріп кетеді. Сөзбен айту, жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер.